Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Өкінішке орай біздің жауынгер Бекзат Алмахан жеңген жоқ. Бірақ өте керемет қарсыластық көрсетті. Умар Нурмагомедовтың сөздерін қазақша аударып тыңдап көрейік. Мен мұнда Умар Нурмагомедовпен. Умар, өте керемет жекпе-жек. Бірақ бірінші раундта сен соққы өткіздің. Қаншалықты ол оң қолыңнан қатты соққы болды. Енді көріп тұрмын, сол мезетте байқамай қалдым. Мен сақ болу керекпін. Қалай сонда, сен көрмей қалдың ба? Мен бұны көрмедім. Мен түсінбеймін. Мен дистанция таңдауға тырысқам. Сосын оның аяғын құшақтап тұрғанын түсіндім. Сол кезі есіңді жидің ба оянып? Иә, сол кезде ояндым. Сен оянған соң ең мықты күресіңді көрсеттің. Қайта күресіп. Сен соны күттің бе Алмаханға қарсы? Мен бұл оңайрақ болады деп ойлағам. Бұл жігіт өте шеберлі. Менің ойымша өте аз адам бұлай жекпе-жек өткізе алады. Мен оны өлтіріп емес, бірақ қатты зақым келтірдім. Олай қатты төбелесем деп ойламадым жарақаттап. Сол үшін кішкене өзімді жаман сезініп тұрмын. Мен жерге құлатып қылқындыра саламын деп ойлағам. Көп созбай, оңай жекпе-жек болады деп. Бірақ бұл жігіт монстр екен, өте мықты. Мені өлтіруге тырысты. Иә, сөйтейін деді. Енді Умар, кім келесі? Сен осы аптада қолың ауыртып алыпсың. Соны жазылтқаннан кейін кіммен октагонда кездескің келеді? Мен Кори Сандхагенмен жекпе-жекке шыққым келеді. Бұл титулға шығатын жекпе-жекке контендер файт болады деген үміттемін. Мен ол жекпе-жекке 100% дайын болып келемін. Қазір сияқты 50% емес. Шын айтамын, мен тек 50%-ды көрсете алдым. Әлемде болып жатқан мәселе туралы айтсақ, мен Газадағы адамдарды қолдаймын. Оларда тамақ, су жоқ. Олар тіпті мысық іздеп тамақтанып жүр. Мен әлем оянады деген үміттемін. Ең минималды болсын, адамгершілік болса, бұл адамдарға көмектесу керек. Қазақша контентті қолдаймын десеңіз, осы каналға подписка жасай аласыз. Видеоны соңына дейін қараған үшін көп рахмет. Келесі видеода кездескенше. Көп рахмет. Тағы да өте жақсы жекпе-жек 17-0, құрметті көрермендер.